Ай, асық өскен дүниеге адам қонақ. Мынау келе жатқан біздің дала кәдімгі қазақтың тарихындағы жырлайтын, жырына қосатын осы сары дала. Ер туып ол ел қорғаған-ай, ата-бабаңа. Алатау баурайынан, Қаратау қойнауынан, Мойынқұм жайлауына дейін ен жайлаған байтақ өлке Асау талас пен Сырбаз асаның арасы шалқар қазақ таласы. Тозаң Осынау өткені өнігілі өңірде Ақынбек Бектай 1955 жылы дүниеге келген. Әкесі Сейдоғыл мен анасы Үржан 8 баланы өсірген ардақты ата-ана еді. Осы Ақкөл ауылында туып, осы Ойық ауылында өстім. Осы жерде мектеп бітірдім. Осы жерден өмірге жолдама алып, сөйтіп облыс орталығына қарай кеткен жағдайымыз бар. Қазір Таразда тұрамын. 1972 жылы Ойық орта мектебін бітірген. Ақынбек жастайынан еңбекке араласады. 1974-1976 жылдары Совет армиясы сапында әскери борышын өтеп шыңдала түседі. Ауылға жиі кеп тұрам. Мал жан бар осында. 100-ден аса жылқы бар. 1000 жарымдай қой шаруашылығы бар. Соң келіп, бала шағаларды үйретіп, осы ата кәсібіміз мал шаруашылығының жағдайларымен таныстырып жүрген жағдайым бар. Еңбек майданында есейген Ақынбек тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тәуекелге барады. Аймақта алғашқылардың қатарында Қойшыбай ата шаруа қожалығын құрады. Ата кәсіп 30 жылдан астам уақыт берекелі нәсіпке айналып келеді. Өссе деп тыныш ғасырым, батырмай тағдыр тақымын, саулығын ғана тілеген халқының бал мен басының ауылдың азаматымын. Ай, мынау Қойшыбай ата шаруа қожалығы 31 жыл болды. Осы Талас аудандағы ең алғашқы ашылған қожалықтардың бірі. Міне содан бері қарай осы шәкіріп мынау Ойық ауылының азаматтары осы жерде жұмыс істеп бала шағаларын асырап келе жатқан жағдайы бар. Ауылдың азаматымын. Арғымақ мініп тұлпар баптаған қазақы дәстүр жалғасты. Төрт түліктің күйін баққан шаруашылық отар-отар қой, келе-келе түйе, үйір-үйір жылқы өргізіп өрісін кеңітті. Онда бірнеше ондаған отбасы еңбек етіп жұмыспен қамтылды. Әкеміз ауылға алып барып, Талас ауданы Ойық ауылына алып барып, бізді туған жерге деген өзінің туған жердегі құндылықтарын әр кезде апарып, жазғы
каникул кездерінде апарып үнемі бізді ауылмен бірге болуды, сол жақтағы бауырлармен бірге болуды үйрететін сол есімде мен қалып қалған кездерім қазір есіме түсіп отыр. Сол кездерді әлі ұмытпаймын. Ол кісі ауылға алып барып талай өзінің жүріп өткен жолдарын, өзінің істеген істерін, жаңағы қызметте болған уақыттарын үнемі көрсетіп отыратын. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты, күйбең тірліктің. Таласта шаруашылық, Таразда кәсіп түлейді. Мұрагер атты мекеме ашылып, Тараз бөлшек сауда базарын жүздеген жамбылдық кәсібін дөңгелетеді. Бұл да өз кезегінде өңір экономикасына қосылған үлес болады. Шаруамен кәсіпті дөңгелеткен азаматқа ел басқаруда сеніп тапсырылады. Сонау 90-шы жылдардың тоқырауынан соң тозы шыққан ауылдарға әкім болу да оңай емес еді. Аманат арқалаған азамат ойықтағы бір қатар ғимараттардың бұзылып кетпеуіне де күш салады. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Ал енді мынау көз алдарыңызда тұрған мәдениет үйі 1980 жылы соғылған. Бұны аудандық мәдениет бөлімі алып барып, бұны аукционға қойып жіберген. Сол аукционға қойып жіберген жерінен мінекей біздің мына жаңа Ақымбек бауырымыз соны енді көзінің ашық, көкірегі ояу азамат сразу аукционға қатысып, басқа ауылдың жігіттері емес, тікелей өзі алып, сақтап, мен сол әкім болып тұрғанда 2006 жылы осы жайды халыққа құжаттарын толық жасатып, алып келіп, кәдімгі үлкен жиналыс жасап, сол жиналыста табыс етті осы Ақымбек. Ешкімнен, бюджеттен де, халықтан да ешкімнен бір тиын да ақша алмай тегін берді. Тегін, мінекей соның мен өзім куәсімін. Ал енді оны кез келген азамат бұндай тірлікті істемейді. Елдің барлығы бұл заманда тиын санаған заман. Бұл осы тұрғанда миллиардтың үстінде тұрады. Сонау жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен қонды зердеме үйреткен ей қырық кәрі. Сүркөйлек ақпар тұқпенен келуші. Мынау біз оқыған мектеп, өзіңіз білесіз. 72 жылы 25 мамырда осы жерде соңғы қоңырауға қатысқанбыз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Мінекей, Ораза қалайсың? Сол енді мектеп бізден кейін басқа мектепке ауысты балалар. Сол мектеп осы жерде біраз совхоздың конторы болды, біраз тұрып қалды. Кейін мынау тоқырау заманында бұл жаңағы талан-таражға түсіп бұзылып кететін дей уақыттар болған кезде, Болатжан сол кезде осы ауылдың әкімі еді. Мен аудандық әкімнің орынбасары едім. Осындай хабар түсіп, ойбай мына бұзылайын деп жатыр, талан-таражға түсіріп, мына пайға бәрін бөліп алайын деп жатыр деген кезде әңгімені естіп, Болатжан екеуміз келіп, осының жанын алман алып қалып едік. Ақынбек Бектай ұзақ жылдар орман шаруашылығында басшы қызмет атқарған. Қазіргі орманшылар ардагеріне құрметпен қарайды. Оның өнегелі өмір жолын өздеріне үлгі санайды. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Бір-бірімізге жақындап тұрайық. Қалайсыздар? Шаруашылықтарыңыз жақсы ма? Жақсы, аман есен. Құдайға шүкір болғанда, иә. Мынау міне өзіңіз көркейтіп кеткен мекеме
Биыл мынайға міне мынау бұрынғы өзіңіз тал еккен жерге арттарыңызды жалғастырып, аққайың талын ектік биыл мына жаққа. 100 түп мінекей. Енді көгеріп үлкейіп жатса, кішкене сән кіреді ғой деп отырмыз. Питомник па сонда? Питомник емес, әдейі көгерсін, бір сән берсін деп таудан аққайың алдырып ектік биыл. Дұрыс. Ал мынау қалғаны өзіңіз егіп берген талдар міне. Ақынбек Бектай ауданның дамуына жан-жақты еңбек сіңірген азамат. 2000 жылдардың басында аудан әкімінің орынбасары қызметін абыроймен атқарады. Одан кейін аудандық және облыстық мәслихаттың 3-ші шақырылымында депутат болады. Қазақстанның құрметті депутаты атанады. Облыс орталығы Жамбыл қаласында әртүрлі жауапты жұмыстарда болды. Одан осы біздің Талас аудандық мәслихатының 3-ші және 6-ші шақырылымының депутаты болды. 5-ші шақырылым Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты болды. Депутат кезінде де өзінің білімі, жігері, жалпы ауданның әлеуметтік экономикалық өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосқан азамат десек артық айтқандық емес. Талас ауданының құрметті азаматы зейнетке шыққан соң да елге қызмет етті. Кәсіппен қатар аудандық қоғамдық кеңестің төрағалығында біраз жыл абыроймен атқарады. Сол жұмыс атқарып жүріп, бірталай осы ауданымыздың дамуына, әлеуетін көтеруіне атсалысқан кісі. Енді бұл кісіні мен осы 2022 жылы үш жерге қызметке келгелі бері танимын. Бұл кісі 2019 жылдан бастап үш жерде қоғамдық кеңестің төрағасы болды. Сол төрағасы бола жүре осы қоғамдық жұмысқа белсенді қатысып, үш жердің мұңын, мұқтажын, проблемасын көтере білді. Осы 2025 жылға шейін сол қоғамдық кеңестің төрағасы болып жұмысын атқарды. Біз кезінде мәслихаттың хатшысы болып жүргенде Астана қаласына барып, Шәмшат Исабеков деген азамат сенатордың депутат етін, сол кісінің шақыртуымен Астанада бір аптадан аса Астананың бар көрікті жерлерін, жақсы жерлерін бәрін аралап, үлкен кісілермен араласып, сол кісілермен футбол ойнап, аудандық болып, мәслихат мәжілістің депутаттары болып, көпті араластық. Бұл кісі сонда өзінің адамгершілігін, қасиетін елмен, сол кісілермен, үлкен кісілермен қалай әңгімелесуді, біз жас болсақ та, сол кісінің жас болса да өзінің орнын білетін, өзінің жөнін білетін азамат екенін көрсете білген азамат. Жылдық белеске жеткен ел азаматы 7 рет қажылыққа барған. Әуелі ауылға 90-шы жылдардың соңында мешіт салып береді. Имандылық жолындағы игі істері жалғасып, Меккеге де бірнеше мәрте сапар шегеді. Мынау бір жер класс. Балалар дәріс алатын жер етін мынау. Намаз оқитын намазхан жер. Бұл 2000 жылы пайдалануға берілген. Осы ауылым, елім, жұртым болғаннан кейін осы жерге ата-бабаның орнында осы жерде мешіт, имандылық орны болсын деп салынған.
бұл дінімізде бұндай қоғамдық нәрселерді садақа жария дейді. Қоғамға қатысты нәрселер. Көпір, жол, мешіт. Бұның сауаптылығы Алла қабыл етсе, бұл садақа екіге бөлінеді. Біреу садақа жария үлкен садақа болып, сол жария садақа ретінде Аллах тағала қабыл етсе, бұның сауабы қияметке дейін ұрымтақтарына жалғасып тұрады екен. Саллаллаху алейхи Мухаммади ва аля алейхи ва саллям. Вальхамдулиллахи rabbil alamin, вальхамдулиллахи rabbil alamin, вальхамдулиллахи rabbil alamin. Таластықтар Қонаевтай көсемімен, бөлтіріктей шешенімен мақтанады. Ауыл шетіндегі кесененің де айналасын абаттандыруға ел азаматтары ат салысыпты. Осы ауылдың тұрғындары бастап, осы жергілікті материалменен осы тұрғызылған. Бұған бастама болған кешеге осы ауылдың азаматтары Бекежан Балтабай ағамыз бастаған ағалар осы кесенені тұрғызуға үлкен үлес қосты. Осы жердің азаматтары шырақшының үйін салды. Содан кейін мен мына орман шаруашылығында басшы болып тұрған кезде осы жердің айналасын көгілдендіруге үлес қосқанмын. Осы ауылдың тұрғындары менен, осы орман шаруашылығының жұмысшылары осы кесененің айналасы тал дарақ егіліп, мінекей қазір көріп тұрған жағдайды көріп тұрсыздар. Жапырағы жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырым, сезбекпін әке ертерек. Ақынбек Бектай 70-ке келіп жеткенімен желең жеткен жоқ. Ұл өсіріп, қыз өсіріп, немере сүйіп, қызығын көріп келеді. Әке ертерек, жанымнан астық жалыны. Біздің отау құрғанымызға 40 жылға жуық уақыт болыпты. Құдайға шүкір, Құдайға тоба дейміз. Балалы шағалы болыппыз, ұлды қызды балалы шағалы болдық. 3 қызым, 1 ұлым бар. Аллаға шүкір. Басты байлығым балаларым дейді қария. Ол қыздары құзырлы органда қызметте. Менің әкем отбасымыздың үлгі тұтар тірегі. Әрдайым отбасына, достарына, жақындарына, туыстарына жанашыр, қамқор, мейірбан жан. Ол кісінің өмірлік тәжірибесі барлығымызға үлгі болып татылады. Мен үшін менің әкем нағыз ер азаматтың бейнесі. Сол кісінің берген үлгі өнегесінен қазіргі таңда өсіп өніп отырмыз. Осындай өнегелі отбасы болып отырғанымыздың да бас себебі осы деп ойлаймын. Жанымды түсінер кім бар өзіңде, сағыныш толы жанымды. Бізге әкеміздің кішкентай кезімізден есімізде қалған жаңағы тәлім тәрбиесі, өсиеттері өте көп, және де қазір өзіміздің бала шағамызға соны үйретіп келеміз. Ол біздің көкейімізде мәңгіге қалатын сөздер. Өмірімдегі ең қадірлі кісі маған өмірімде сабырлықты, еңбекқорлықты, адалдықты үйреткен адам.
Маған ата көп жақсылық істейді. Тағы мен атамды жақсы көремін. Мен атама қатты еркелеймін. Шоқтаймын, күні бет сегіздем кәмпит береді. Екі шылбар бір тізгінді тең ұстаған азамат, жапырағын жайған бәйтеректей өсіп өнген әулетке айналған. Екі шаңырақтың түтінін қатар түтеткен отағасы бәрінің разылығын алып отыр. Қадірлі әкем, жанашырым, біздің ақылшымыз, тілекшіміз, тірекшіміз, әрдайым бізге қолдау көрсетіп, әрдайым бізге дұғада жүретін. Әкеміз бізге әрдайым біреудің ала жібін аттамауды, адаммен сыйласа білуді, адаммен араласа білуді бізге үнемі айтып отырады. Және де әкеміз біздің осы балаларымыздың барлығы білімді болсын деп бізге оқу жағына өте қатты көңіл бөліп, бізді осы деңгейге қазіргі таңда Аллаға шүкір бәрі бізде жақсы, бауырларымның барлығы қызметтерде жұмыс атқарады. Қазіргі таңда 16-шы шағын аудан маңынан үлкен сауда орталығы салынып жатыр. Атаның ісін балалары жалғастыруға ниетті. Бұл ғимараттың ұзындығы 72 метр, ені 12 метр болады. Әмбебап сауда орталығына қазіргі таңда қыруар қаржы жұмсалып жатыр. Енді тәуекелге бел буып, әкеміз осындай үлкен іс бастап жатыр. Төрт түлікті түлеткен, бизнесті ілгерлеткен, халыққа қызметті де абыроймен атқарған ел азаматы табиғаттан да алыстай қоймаған. Ақкөлді табиғат пайдаланушы ретінде алып, жұмысын жалғастырып келеді. Осы ауылдың тумасы болғандықтан мен осы көлді алғалы бері бір адамды бұлай заңға тартып, оған жаңағы штраф салдырып, болмаса жаңағыдай ешқандай не жасатқан емеспін. Көл осы елдің игілігіне жұмыс істейді. Сол бағытта мен өзімнің жаңағы атқаратын жұмыстарымды жүргізіп жатқан жағдайым бар. Көлдің жаңағы несі, жаңағы егір дейді ғой, қорықшысы. Осы ауылдың азаматтары, ұстайтын балықшылар да осы ауылдан. Ақынбек Бектай халықтың да құрметіне бөлінген, еңбегіде еленген ердің бірі. Құрмет орденінің және ерен еңбегі үшін төсбелгісінің иегері. Талас ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті депутаты, табысты кәсіпкер, ардақты әке, салмақты да сыйлы отағасы. Ақынбек Бектайдың 70 жылдық белесі осындай, абырой биігіндегі азаматтың белесі. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым, миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның, мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат,
Тоғызын жисаң қаламның, жұпары қымбат даламның, найза бөбізім кетермен, намысы үшін бабамның. Мен қазақтың ұлымын, құндылығымның нәрмен, ауылым қымбат жанымен, байлығын тоса басқалар, бауырым қымбат бәрінен. Мен қазақтың ұлымын.